Сәлем достар, бұл біздің фильмнің екінші бөлімі. Және де ең бірінші нүктесі жуырда ғана жанарған Махат қажының қорымы. Он 18-19 ғасырларда өмір сүрген Малайсары Тарханның 5-ші ұрпағы, ілім қуған елге имандылықты насихаттаушы діндар адам Махат қажы әулиенің зираты Май ауданының Саты ауылынан 30 шақырымнан аса жерде орналасқан. Махат қажы сонау қиын заманда қажыға 3 рет барып, елге шарапаты тиген. Біздің жолымыз әрі қарай жалғасып, келесі экспедициялық нүктемізге аттандық. Шақырымдық жерді артқа тастап, біз экспедициямыздың келесі нүктесіне де кеп жеттік. Ол Ақбалық Хазірет кесенесі. Батының 6 баласының ең кенжесі Әбділда, кейінгі аты Ақбалық Хазірет, дүниеге шамамен 1833 жылдары келсе керек. Ол Бұхарда 2-3 жыл қызмет атқарғаннан кейін елге оралады. Бестаудың жанынан мешіт медресе салдырып, сол өңірдегі ауылдардың балаларын оқытады. Елге ислам дінін имандылықты уағыздайды. Май ауданының Ақшиман ауылында тек қана қалмақ қырған тауы ғана емес, сонымен қатар Қайса Нұрғазы ауылының кесенесі де бар. Руын Айман, арғы атасы Елқонды Қайса Нұрғазыұлы. Қайсекене арнайы келетін адамдар негізінен әртүрлі ауруға шалдығып, дертке шипа, жанға дауа іздеушілер болатұғын. Осындай мұқтажы бар адам келе жатса, Қайсекең алдың ала сезіп біліп, мазасызданып бір орнында отыра алмай қозғала бастайды екен. Қай жақтан келе жатқаныңда болжап, шайларыңды дайындай беріңдер, қазір келеді дейді екен. Атқа мініп сусын алып, бәлеңше жолдан қарсы ал деп баласын жібереді екен. Рухани экспедициямыздың соңғы нүктесі Ақшиман ауылындағы қалмақ қырылған тауы. Қалмақ қырған Ақшиман ауылының оңтүстік батысында орналасқан тарихи мекен. Бұл таудың үңгірінде 1930 жылы Қаныш Сәтбаев басшылығымен Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек театрлық қойылымы қойылған.
Айта кететін бір жайт, кебек рөлін Қаныш Сатпаев өзі сомдап, үңгірге кіре беріс жерде өз есімін жазып кеткен. Қалмақ қырған, басқа да қазақ жоңғар соғыстарының атақты жерлері сияқты қазақ халқының тарихи жадындағы тарихи оқиғаларға толы әйгілі табиғи объект болып табылады. Қалмақ қырғанның киелілігі орта жүз қазақтары арасында сарыарқа үшін соғыста соңғы нүктесі қойылған жер ретінде маңызды болып табылады. Достар, бұл Май ауданы және оның киелі жерлері. Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы, сөздің ең ұлысы тарих. Келесі кездескенше, тарихы мол Май ауданы осы.